Алматы облысында балаларды мектеп автобусы 3-ші сынып оқушысын қағып кеткен. Қайғылы оқиға Қарасай ауданына қарасты Асыл Арман тұрғын үй кешені маңында болған. Ал тұрғындар бала өліміне көлік жүргізушісі ғана емес, қауіпсіздікті қамтамасыз етпеген жергілікті әкімдік те кінәлі дейді. Өйткені оқушы қаза тапқан жерде не аялдама, не жаяу жүргіншілер жолағы жоқ. Тұрғын үй кешені маңындағы жағдайдың жай жапсарын әріптесім Диана Тұрлыбек біліп қайтқан еді. Оқиға бүгін сағат түскі 1-лер шамасында дәл мына жерде болған. 8 жастағы оқушы Асыл Арман тұрғын үй кешенінен Лев Толстой атындағы орта мектепке балаларды тасымалдайтын автобуспен бару керек болыпты. Алайда куәгерлердің сөзінше көлік жүргізушісі арттағы баланы көрмей қалған. Мен де магазинге мына жерге арзан неге кіруге бардым, сол жерден көрдім мен. Мамасы алдынан жүріп кетіп бар жатқан, бала артынан келе жатқан. Мамасы қайдан білсін ол автобус ұратынын? Автобус ұратынын қайдан білсін мамасы? Алдына кетіп бар, артынан автобус бұрылған артқа қарай. Сол кезде құлады, балада мұжылып кетті бүйтіп. Қараша бұндай жағдайдың бір күні болмаса, бір күні боларын білгенбіз дейді. Өйткені тұрғын үй кешені маңында жаяу жүргіншілерге жағдай жасалмаған екен. Сөздерінше бұл маңда не автобус аялдамасы, не тротуар жоқ. Сондықтан жол апаттары жиі болып тұрады дейді. Тіпті аудан әкімдігіне де осы мәселемен бірнеше рет барыпты, бірақ ешқандай нәтиже болмаған. Жолы кішкентай болып тұр, узкая дорога, не тротуар жоқ, адам өтетін, бала, тем более бала жүретін жер. Сіздер бізді естіп жатқан жоқсыздар. Қаншама письмо жаздық. Бұл жерде кішкентай балдар жүреді деп. Асыл Арман тұрғын үй кешенінен Іргелі ауылындағы Лев Толстой орта мектебіне 400-ге жуық бала тасымалданады. Өйткені кешен маңында мектеп пен балабақша жоқ. Сондықтан жұрт балаларын көрші ауылдар мен қаладағы білім ордаларына жіберуге мәжбүрміз дейді. Біздің осындай үлкен тұрғын үй кешеніне мектеп салынсын. Егер мектеп болса, балаларымыз жаяу мектепке барып келетін еді. Біздің де жүрегіміз тыныш болады. Мысалы, мен өзім көп балалы анамын, балаларым болашағына алаңдаймын. Балаларымды еркін үйде отырып, мектепке жіберіп, мектептен алып келгім келеді. Уже 10 жыл болды. Неге осындай тұрғын үй кешенінде мектеп салынбаған? Қайғылы жайттан кейін Қараша балаларымызды мектепке жіберуге қорқып қалдық дейді. Және ұзаққа созылған білім ордасының мәселесі тезірек шешілсін деген талап қойып отыр. Ал аудан әкімдігінің өкілдері білім ордасының қолданысқа берілмеуіне қаржының жоқтығы қол байлау болып отырғанын айтады. Мектептің басталды, қабырғасын көтеріп, чатырын жауып қойды. Бірақ қаржыландыруына байланысты тоқтап тұр. Ал аталған оқиғаға байланысты Алматы облыстық полиция департаменті қылмыстық кодекстің 345-ші, яғни көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісін немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу бабы бойынша іс қозғаған екен. Бүгінде сотқа дейінгі тергеп тексеру жүріп жатыр. Диана Тұрлыбек, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.